Ел жаңалықтарына ораламыз. Уақытша тіркеуде тұрғандарға айыппұл салынады. 2015 жылдан бастап уақытша тіркелгендерге құқық қорғаушылар осындай шара қолданбақ. Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 492 бабы бойынша әрбір үйде тек тіркелген адамдар ғана тұру керек. Олай болмағанда тәртіп сақшылары 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салады. Ал сарапшылар болса, бұл заңның тиімсіз тұстары да бар екенін айтады. Толығырақ Сымбат Ғалымбекұлының бейнематериалында. Жаңа жылдан бастап уақытша тіркелуге тыйым салынады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің өзгеріске енетін бабы бойынша полиция қызметкерлері әрбір үйде тіркелген адамдардың санын есептеп, тексеру жүргізетін болады. Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 492 бабы. Қазақстан Республикасы азамат тұратын жерінде тіркелу керек. Егер осы ереже бұзылатын жағдайда 5 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде айыппұл салынады. Ал сарапшы мамандар ең алдымен бұл өзгертуді жан-жақты пысықтап алу керек дейді. Себебі басқа өңірден келген жастардың тіркелу қағазсыз жұмысқа тұруы қиынға соғатынын айтады. Мектепті бітіргендер, институтты бітірген балалар қалаға келгенсін пропискасыз жұмысқа әрине орнала алмайды. Сол кодексте көрсетілмеген. Қалай бұл жерде бұны қалай шешуге болады екен? Жастарға ертең жұмысқа орналасу үшін пропискасыз ешкім оларды қабылдамайды. Одан кейін сол үшін мен ойымша сол депутаттар дұрыстап енді екінші жағын дұрыстап қарап. Ал тіркелу қағазын ақшаға сатып алуға да болатынын тілшілеріміз біліп қайтты. Саған 1 жылға керек. 1 жылға бар ма? 40 мың реальный прописка, пожалуйста. 1 жылға ма? 1 жылға 40 мың қазір жіберем, Алатау тұрасына 40 мың. Бұл қалада тіркелмеген азаматтардың бірі Әсет. 2 жылдан бері көлік жөндеп табыс табады. Қордай қаласында тіркелген ол, Алматыда тіркелу қағазынсыз жақсы жұмысқа тұру мүмкін емес дейді. Мен негізі өзім Қордайдан келгем, осы СТО-да жұмыс істеймін. Қалада ешкім жоқ, қалада жүргеніме уже 2 жылдай болып қалды. Жақсы жұмысқа тұру үшін қалалық прописка керек дейді. Менде ол жоқ. Өйткені Алматыда туған туысқандарым жоқ, ешқайда тұра алмаймын пропискаға. Содан осы жерде жұмыс істеп жүрмін. Алдағы уақытта құқық қорғаушылар жалған тіркелу қағазын дайындайтын адамдарды қатаң тексеретін болады. Жаңа заң 2015 жылдың қаңтарында өз күшіне енбек. Ал басқа қаладан келген Әсет сияқты азаматтардың жайы қалай болатыны әзірге белгісіз. Сымбат Ғалымбекұлы, Юрий Проводин, Қазақ Ньюс, Алматы.